Сәлеметсіздер ма? Менің бүгінгі жасайтын тағамым тауықтың еті дұрыс тамақтану жолымен жасалынады. Дұрыс тамақтану жолымен жасалынған тағамдарды біз дәмді емес деп ойлаған бізде қалған, сондай бұл мүлдем олай емес, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Отбасыларыңызбен кешкі тамаққа жасасаңыздар болады. Бізге бірінші керегі соя дәмдеуші соусы, оның үстіне бал қосамыз, және тұзын, құрғақ чеснок және нежный карри деп сатылады, приправа сататын жерлерде, соны алсаңыздар болады. Ол карри негізінде, нежный карри тауық етіне өте жақсы қолайлы приправа. Бәрін соустарымызды түгел араластырып алғаннан кейін, видеода көріп тұрғандарыңыздай, тауықтың етін кесіп алып, оны да араластырып қоямыз осы соустың ішіне. 20 минуттай қоямыз. 20 минут өткеннен кейін 180 градусқа духовкамызды қыздырып қойып, көріп тұрғандай осындай мешочыққа, рукаваға бәрін саламыз. Ішіндегі соусымызды да құямыз. Қалған 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, сондай нәзік біздің етіміз дайын болады. Бұған өздеріңізге қолайлы гарнир жасасаңыздар да болады. Негізінде күріш жасаған қолайлы. Мен мультиваркаға күріш жасаймын қасына. Міне көргендеріңіздей өзінің соусы бар, күріштің үстіне құюға да болады. Және мешокты тесуді ұмытпаңыздар, ауа кіріп тұруға. Мен тіс шұқығышпен, зубочисткамен тесемін. Міне біздің тамағымыз дайын, өте тез дайын болады. Күрішпен өздеріңіздің отбасына немен қаласаңыздар, сонымен беруге болады. Өте дәмді, дайындаңыздар. Және қиын емес, уақыттарыңызды да алмайды. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған үміткен.